апа? Бұл енді қуаныштың көз жасы ғой енді. Иә. Жамал апа, қазір мен сізді есіңізге түсіремін. Кенжейт па Елизавета деген бар, Лиза деген. Баяғы орыс жеңгем бар ғой? Соған сіз айқайлай береді ғой, неге абайды сабақтан алып қала бересің, неге бала бақтыра бересің? Есіңізге түсті ма? Есіңізге түсті ма? Мен сол Тоймұрат абай боламын. Мен сабақтан қала береді, сіз баған осылай деріңіз. Ешқандай тастама. Әумин, рахмет. Менің қолымды ұмытпай келіп отқан ұмытпа мені. Рахмет, апа, Алла разы болсын сізге. Ана бөтен көйлек бермей жатыр, басындағы. Жоқ, болады, сіздің көзіңіз ғой маған. Көзіңіз, иісіңіз әрі. Болады, апа. Исім бар басындағы тартқанды берді. Міне мен Гүлжамал апайымнан, бірінші класста оқытқан апайымның міне өзінің иісі сіңген әппақ ақ орамалын маған сыйға тартты. Алла разы болсын апамыздың орамалына. Бізге жұғысты болсын. Рахмет, апа. Ағыдай. Басыңа тартып, жерге тастама, тозып қалса, әптен далаға да тастама, ұрттым. Айтып отқаным жоқ деп жақтап кетті. Сондай тәжігілді біле, танıyым. Сол Селеубаева Бақытгүл деген қызыңыз. Селеубаева. Қожамұратова Света деген қызыңыз бар еді. Ол да ұстаз өзіңіз сияқты. Кешегіде келген ғой ол. Сізге сәлем бер. Келіп сәлем беріп. Кім? Қожамұратова Света деген кеңшіліктің қызы. Келді ол. Ердуллаева Нұржамал деген балымның қызы болды. Сосын, апа, Ибрагим Мырзабай деген балаңыз бар еді сіздің. Сіз оны класском қойдыңыз. Ол баланы мен де көрмедім, мектеп бітірген. Транспорт ауылдан келетін беді? Иә. Ибрагимов Мырзабай, Мералиева Күмсай. Сабақтан қалып қоя беретін еді, сіз оған сөйлей беретіңіз. Бір күні орта жол суалып кеткен деп қайтып кеткен ба бір. Жігітті жерден алып жерге салдыңыз. Балалардан айтады, бір білмейтін бала жаңа 5-6 дегенде, бәрі, мұғалым, мынаған 5 қойыпты, мынаған 5 қалыпты дейді. Қаяқтан алған дейді. Сіз былай қылатын едіңіз ғой, оқымай келген баланы көтермелеп 5 қойсаңыз, келесі жолы ол соған ұмтылып дайындалып келетін. Жақсы болады деп нетіп. Оқымайды десең, ол солай отыра береді деп. Балалар айттым, сосын оқымады. Алмайын алады. Сендерден де жақсы болып кетеді бұл ертеңде. Ертеңіне оқып келіп. Иә, сол 5 қойса кішкене көтермелеп қоятын едіңіз ғой сөйтіп. Оқысын деп. Жүзбаев Мұхит деген болды. Сосын Байназаров Серік деген болды. Ол жігіт кеше былтыр қайтыс болып кетті бар. Ауырып аяғы астынан. Сосын Диханбаев Абылай деген ол жігіт те қайтыс болып кетті. Ембергенов Мәди деген бір Рахманның баласы. Ол жігіт те қайтыс болып кетті. Ол балдар таниды. Жақсы оқыған балдар ғой біздің класстағы апа, олар білгіш балдар. Жаңағы кім оқымаған, ол оқымаған ғой. Жұмамұраттың баласы бар еді. Жұмамұрат Мақсетті айтып отыр да. Бірақ ол А класста оқыды ғой, или бірінші класста бізге келген. Сендерден оқыды ма? Жұмамұрат Мақсет бізбен оқыды ғой. Может, Ахмет емес пе екен? Жұмамұрат деген мына шетте отырды ғой. Үйсін дейді да, бірақ ол қазір балдарды айтты ғой, кеше сондай дейді да, ұруы, бірақ ол осыятта қазақпын деп сөйтсе. Соны жаңағы бір есап шығарып еді, соны шығарған жоқ, шығармай келіпті. Соны айтым, мынаған қоспай бір-бірге үйретесің ғой, ақыдай жақсы ғой. Оны білмегенің не қылғаның енді саған деп. Кейін кіріп, қорды маған лақтырып жібереді. Маған ба? Есіктен шығып алып айтады. Қашып алып айтады, есіктен шығып. Гүлжамал болмаса. Қой, теріс бол деп қашып барады. Сол Мақсет шығар ол. Кезінде характері сондай еді ғой. Ала, сол характері жаңағының. Сөйтіп, ата-анасы оны әкелу керек қой енді. Иә. Әкелген жоқ. Ертеңіне де әкелген жоқ. Сол өзім бардым соған. Өзім барып, не еді сөйтіп, шешесіне, әкесіне айттым, баланы қорытап тәрбиеле. Менде 4 сағат болады. Өзіңде 20 сағатында, күннің 20 сағат сенде. Алымыз сенің көмегің болады. Мен бұл баланыңды ұрғаным жоқ, соққаным жоқ. Өзі қашып кетті, кітаптарына
затына да барған жоқ. Өздерің ертіп апарсаң болады ғой дедім. Сендер әкеледі деп отырдың. Ой, бармайын дейді, сосын апармаймыз дейді шешесі. Бармайын деп айта береді ол. Сөйтіп жаңағы бала сондай шатақ үйіне нетпейді ғой, дұрыстап тәрбиелегенге қарайды бала. Ата-ананың жақсы тәрбиесіне. Жайлауова Жұлдыз деген танисыз ба? Жайлауова Жұлдызын енді танымаймын да, бірақ Жайлауова деген бар еді менде. Жайлауова жаңағы Лениншілдің қызы ғой? Кімнің? Лениншіл деген болды ғой бізде. Прораб. Ауа. Сол оқыды бізде. Сосын Қуатбаева Алмагүл деген қыз оқыды. Ибадуллаев, Шохан, Қасимов, Парахат дегендер. Парахат деген кішкентай бала болған. Ауа. Мінуардың баласы. Мінуардың баласы. Иә. Ақыдай. Мералиева Күмісай деген болды. Бірталай адам. Тоғанасова Марияш болды. Марияш болды. Ойыма салып атсыңдар, бірталай. Сол есіңізге біреу болмаса біреу түсе ма деп атырмыз дейді. Ау, жаңа атын айтсам, есім пәмелесін Айбосынов Марат болды. Ауа. Байжанов Марат болды. Иә. Байжанов Марат, ауа. Өзі біздің класста 27 бала болды. 11 бала, қалғандары қыз болды. Негізі актив класс болды. Біз басқа класстарға қарағанда жақсы класс болатынбыз. Бұл класстың атын барлық уақытта шығарып отыратын едік қой сізді. Не қылмай. Гүлжамал апаның классы күшті оқиды деп. Кім? Мырзабек пе аты? Мырзабек. Мырзабек ол. Ол да Б класста оқыды ғой бізде. Менде оқыды ол. Иә, солай. Сонда о бала деген бар ғой, кішкентай өзі. Иә, кішкентай. Шешесі аты кім еді? Жақсы оқыды ол да. Төлебеке. Несі? Мамасы. Мамасы ма? Ауа, әкесі біздің үйдің бәрі міне ағында еді біздің үйдің. Көп жүрсін. Жақсы оқыды, ол бала жақсы еді, кішкентай. Ауа. Ешқандай несі жоқ. Сол бала өзі келе алмай қалды ғой кешегіде. Ауырып қалды. Сөйтіп бізге қайта жаңа несін сәлемдемесін айтып жатыр. Сіздер барған кезде менің атымнан да сәлемді Гүл апама жеткізіңіздер. Мен бара алмай қалдым. Сол себепті сәлемді жеткізіңдер. Дұғай қайта сәлем айтыңыздар менің атымнан деп жатыр. Бақытты болсын Ақұдай, ол кім деген, ой, бір өзі де бір сәлем жібер, Ташкент жақта жүргенде бұл сияқты. Мырзабек Ақұдай, рахмет мынау шығарған өлеңіңе, бәріне де. Төлебекенің баласысың ба, сен көбісінің баласы емессің ба? Төлебекені айтқаныңа да рахмет. Бақытты бол, ұмытпай мынандай маған арнап өлең шығарып, жазып жіберіп отқаның сәлем беріп. Мыңда бір рахмет. Ұстаз шәкіртке мақтанады дейді Ақұдай. Мен саған бұндайларыңа мақтанамын. Рахмет, бақытты бол. Басқа не айтайын көбісінің баласына? Басқа не айтайын көбісінің баласына? Көбісінің баласына бақытты болсын деймін, берекет тапсын. Бұрында да бір хабарласты телефоннан да. Үлкен бала шағасының қызығын көріп, кемпір шал болып отыра берсін Ақұдай. Айналайын туған жерден анадан 35 жыл өтіпті ғой арадан, тағзым етіп ауыл аймақ мектепке, алыстардан келіп тұрмыз қатардан. Әліппемен іргетасын қалаған, әр баланың тағдырына қараған, гүл жамылған ұстаздығы ұлылық. Айналайын гүл жамалдай анадан, айналайын гүл жамалдай анадан. Дәстүр ұстаздығы жолымен қаламызда үйретті ғой қолымен.
гүлдей анамызда өнеге ұстаздығы саналыға толы Біздер ұмытпаймыз сіздерді ауыл аймақ туып өскен ізгелді келер ұрпақ балаларға аманат үлгі етсін біздер жүрген іздерді үлгі етсін біздер жүрген іздерді 35 жыл 30 ғасыр өтсек те туған жерден алыс кетіп өссек те біз біргеміз парталаспыз мектеп бір тілеулеспіз алыс жаққа көшсек те тілеулеспіз алыс жаққа көшсек те салып бірталай көтермеледіңдер Құдай берекет тап. Бізде жақсы болып қалдық, сізді көрдік, қуандық, біраз әңгіме айттық. Бұрынғы балаларды айтып атсыңдар біреу жарым білетінді. Менің бақытымды берсін. Әумин. Жақсы ал апа, аман есен болыңыз, жайнап жадырап отыра беріңіз апа. Осылай әп-әдемі болып отыра беріңіз. Өздерің де Құдай бақытты болып, қуанып, осындай көретіндеріңді көріп, пәтиесін алып, үлкен абыройды азамат болып жүре беріңдер. Әумин.